Прокторинг дегеніміз не? Және оның емтихан, тестілеу және оқыту үдерісіндегі тиімділігі қандай? Университеттегі жазбаша емтиханды есіңізге түсіріңіз. Дәрісханада мүлгілеген тыныштық. Оқытушы әрбір қимылды бақылауда ұстайды. Шпаргалкамен көзге түссеңіз, қайта тапсыруға әзірлене беріңіз. Мұндай білімді бақылау жүйесі ертеден қалыптасқан, және оны толықтай дұрыс деп айту қиын. Дегенмен, онлайн оқыту пайда болғанға дейін емтиханды басқаша тапсырудың мүмкіндігі болмады. E-learning дамуымен дәрісханадағы лекциялар компьютерлер мен смартфондарға ауыстырылды. Оқытушылармен чат арқылы сөйлесетін болдық. Ал емтихандарды прокторингпен онлайн режимде тапсыруды үйрендік. Оңай, объективті және ешқайда барудың қажеттілігі жоқ. Прокторинг онлайн емтихан немесе тестілеу кезіндегі администратор проктордың қадағалауымен өтетін бақылау процедурасы. Ол емтихан тапсырушының әрекетін веб-камера арқылы бақылайды және оның мониторындағының барлығын көріп отырады. Мұндай технология үміткердің жеке өзінің тапсырып отырғанына көз жеткізіп қана қоймай, оның білімін объективті бақылауға, шпаргалкалар мен басқа да айла тәсілдерден арылуға мүмкіндік береді. Десе де, емтихан тапсырушы мен проктор әлемнің екі бұрышында отырған болуы мүмкін. Прокторинг 3 әдіспен өткізілетін болды. Проктор адам, яғни администратор емтихан барысын веб-камерадан бақылап, орын алған тәртіп бұзушылықтарды қолмен жазып отырады. Автопрокторинг бағдарлама студенттің тұлғасын жеке тексереді. Оның іс-әрекетін, көзінің бағытын бақылайды, бөлмедегі дыбыстарды сараптайды, видеодағы тәртіп бұзушылықтарды тіркеп, есеп дайындайды. Адам және бағдарлама біріктірілген нұсқа. Ол екі әдіспен жүргізілуі мүмкін. Біріншісі, емтихан үдерісін толықтай бағдарлама бақылап, тәртіп бұзушылық орын алған жағдайда прокторға белгі береді. Екіншісі, администратор онлайн режимде барлығын өзі бақылап отырады. Кез келген бағдарлама істен шығып қалу мүмкіндігі болғандықтан, соңғы әдіс ең сенімдісі болып саналады. Үдеріс автоматтандырылғандықтан, проктор бір уақытта бірнеше студентті жіті бақылай алады. Прокторинг емтиханның қорытындысына деген оқу орталығының қызығушылығын ескермейді. Себебі проктор емтихан алушы емес, дербес тұлға. Ол оқу үдерісіне қатыспайды, бірақ емтихан барысын бақылап, оның бекітілген тәртіпке сай өтуін қадағалайды. Проктор ретінде арнайы әзірленген маман немесе басқа оқу орнынан, сондай-ақ өзге компанияда шақыртылған дербес оқытушы болуы мүмкін. Емтиханды прокторингпен тапсыру бойынша кеңестер. Егер сізге емтиханды прокторингпен тапсыру қажет болса, еш уайымдамаңыз. Қарапайым ережелерді ұстансаңыз, барлығы да сәтті өтеді. Емтиханды бөлек орналасқан тыныш бөлмеде тапсыру керек. Егер үйде болсаңыз, сіздің жақындарыңыз бен үй жануарларыңыз кіре алмайтын бөлмені таңдаңыз. Емтихан уақытында техникалық ақаулықтарға алаңдамас үшін алдын ала құрылғыңызды, веб-камера мен микрофоныңызды тексеріп алыңыз. Верификациядан еш кедергісіз өту үшін бөлмеде жарықтың жеткілікті болуын қамтамасыз етіңіз. Проктор сіздің жүзіңізді оңай танып, паспорттағы мәліметтерді оқуы керек. Егер сізге дәретханаға бару керек болса, проктордың чатына жазыңыз. 2-3 минуттан артық ұзап кетуге болмайды. Егер де аяқ астынан жарық өшіп, интернет, компьютер сөніп, немесе басқа да техникалық форс-мажорлар орын алса, прокторға хабарласыңыз. Мұндай жағдайда сіздің емтихан тапсыру уақытыңызды ұзартуы мүмкін. Прокторинг жүйесінің аса талапшылдығына және түрлі техникалық қиыншылықтарына қарамастан, оның бірнеше айқын артықшылықтары бар. Прокторинг шынайы білімсіз тесттен өтуге немесе басқа адамның атынан баға алуға мүмкіндік бермейді. Прокторингпен емтихан тапсыру айқындық пен сапаны қамтамасыз ететін тікелей емтиханның жалғыз баламасы. Тәжірибелерге сүйенсек, тікелей емтихандарға қарағанда прокторингпен өтетін емтихандарда тәртіп бұзушылық аз орын алады екен. Біріншіден, прокторлар емтихан нәтижелеріне ешқандай қызығушылық танытпайды. Екіншіден, студенттер емтиханға жауапкершілікпен қарап, өздері үйренген ортада өзін еркін сезінеді. Прокторинг емтиханынан жеңіл өтіп, жоғары балл жинауыңызға тілектеспіз.